ерлан мырза мен жаңа ханым болды. Мен осы асан продукцияға келгеннен кейін өзімде зоб болды, көкірегімде киста болды, женский жағында папиллома болды. Содан кейін осы өнімдерді ішіп жүргенім 2 айда іштім. Өзім 3 продукция толығымен тауысқаннан кейін барып осы нені комплексті. Қандай өнімнен бастап іштіңіз, айта аласыз ба? Шай. Содан кейін барып өзім тексерілем деген ниетте болдым. Одан кейін мен бірінші шайдан бастадым. Шай 1 апта іштім. Одан кейін маған антипаразит, сердечный берді. Сосын мужской тоник қосып іштім. Мужской тоник қосып іштім. Осы продукцияларды кейінен 2 айда антипаразит, шай, сердечныйді іштім. Содан кейін менде осы неден результат берген, менікі негізгі көп ұзаққа барған жоқ. 2 аптадан кейін бар, мен мына зобым жақсы болды ма? Жақсы болды, иә. Зобым кетіп қалды. Одан кейін барып, жаңа көкірегім қатты қақсап ауыратын еді. Аллаға шүкір, сол ауырғаны қойып кетті. Одан кейін бар, женский жақта трубаларым қатты ауыратын. Мужской тоникті ішкеннен кейін сол қақсағаны қойды. Қандай күшті результатыңыз? Одан кейін бар, мен өзім результат көргеннен кейін анама шай, антипаразит, сердечный алып бердім. Сол шай, антипаразит, сердечныйдан анамның бойды толып тамақ ішпей қойған тұғын, мүлдем тамақ ішпейтін. Суды да зорға ішетін. Соны ішкеннен кейін барып, 1 аптаның ішінде аппетиті жақсы болды, тамаққа бет бұрып, тамақ ішетін болды. Қазіргі уақытта, Аллаға шүкір, менің анам палауды да, бауырсақты да кәдімгі іше береді. Асқазаны жақсы болды, да? Асқазаны жақсы қорытады, иә, жақсы болды, Аллаға шүкір. Оның негізгі асқазаны емес, өті толып кеткен. Өтке де жақсы, өзі де жазды. Сол өтке күшті результат берді. Қандай күшті, рахмет. Енді промоушнды алдыңыз ба зат?